Жас баланың аузына түкірту. Қызыр ата бірде Әзірет Сұлтанға қонаққа келеді. Яссауи бабамыз шәкірттерін отынға жұмсайды. Жолда жаңбыр жауып әкелген отынның бәрі су болады. Бықсып жанбайды. Сүлеймен есімді шәкірттің ғана ағашы құрғақ екен. Асты соның отынымен пісіреді. Қызыр ата тұрып, «Ұлым, сенің шөмшегің неге құрғақ?» дейді. Бала сонда іркілместен, «Мен отынымды шапанмен орап су тигізбей әкелдім» дейді. Баланың зеректігіне риза болған Қызыр ата, «Балам, сенің атың хәкім болсын. Алла саған хикмет берсін» деп бата беріп оның аузына түкіреді. Қызыр атадан шарапат жұғып, Сүлеймен хикметке жүйрік болады. Құранның мағыналы сырларын өлеңге қосып жырлайды. Ел жұрт оның хикметтерін жаттап, Құранға сауат ашылады. Содан бері сыйлы қонақтарға сәбидің аузына түкірту дәстүрі пайда болады.